Ал Жанар Төлеуовна, микрофон сізде, бастаңыз. Рахмет. Кеш жарық құрметті әріптестер, құрметті серіктестер. Альфа Групп компаниядасыздар сіздер. Бүгін жаңадан келіп қосылып жатқан адамдар болса, қолдарыңызды көтеріп қойыңыздар, жазып қойыңыздар чатқа. Біліп отырайық қаншалықты бізге жаңадан жан-жақтан келіп жатыр, қаншалықты ортамыз толып жатқанын біле отырайық. Сұрақтарыңызға соңында жауап беруге тырысам. Әрине білгенім 9, білмегенім 99. Бірақ енді білген затыммен сіздермен бөліскім келіп отыр. Бүгін тағы да осы тақырып бәлкім сіздерге естіп жатқан шығарсыздар. Тамақ, дұрыс тамақтану. Қайтадан осы нені не үшін қозғап жатыр деп ойлап қалмаңыздар. Тамақ арқылы біздің генетикамыз қалыптасады. Біздің анау көне заманнан ата бабамыз, біздің ДНК-мыз бейімделген қанмен келеді бізде. Мысалы басқа елдер сияқты олар етті біз сияқты қорыта алмайды, жей алмайды. Біз мысалы ет жеген халықпыз. Қанша модный диета бірдеңке деп айтса да, қазақ халқы ет жеп өскен халықпыз. Ол ДНК-мызда жазып тұр. Енді қазіргі қазіргі заманда жан-жағымызға үңіліп қараңызшы. Көп 3-тің 1-еуі ауру. Статистиканы жасырама, бірақ біз көзімізбен көріп тұрмыз. Ауру бала дүниеге келіп жатыр. Себебі неден? Мысалы, мен өзімді айтайын. 88 жылы мен мединститут бітірдім. Ауылда өскен қызбын. Ауылдың топырағын жұтып өскен қызбын. Біз мысалы 88 жылы институт бітірген кезде рак ауру дегенді анда-мұнда еститіміз. Аутизм деген ауруды білмейтінбіз. Аутизм тұрмақ, аллергия деген өте сирек кездесетін ауру болған. Қазір енді одан бері неше жыл өтті, қазір ол ауру тарап кетті. Тез арада тарап кетті. Бұны тоқтатпасақ, есімізді жимасақ, ары қарай катастрофа деп ойлаймын мен. Енді өздеріңіз ойланып көріңіздер, неге бұлай болды? Неге бұлай болды? Аллергия неге көп? Кішкентай сәбилер дүниеге шыр етіп түскен кезде неге ауру болып туылып жатыр? Олардың кінәсі не? Түбі қайда жатыр? Неде жатыр? Қай жерде біз дұрыс жолдан бұрып кеттік? Қай жерде бізді алдады? Қай жерде біз алдандық? Соны тереңдеу ойлап көрсеңіздер. Мысалы, барлықтарыңыз білесіз, мен қайта-қайта айта бермейін. Қазір дүкенге кірсеңіздер, жастардың алып ішетіні Дизи Горилла энергетический напитокты. Әрқайсысы, тіпті сабақ оқитын балалар қолдарына ұстап шығып жатыр. Қанша айтып атсақ та, ол зиян деп айтсақ та, өйткені ол тоқтамайды. Әркімнің санасы өсу керек. Балаға соншалықты айту керек. Баланың тәрбиесіне қазірден бастап, ол тәрбие тек қана ғой дейтін әңгіме емес. Тәрбие басталады баланың тамақтанғанынан. Жүкті әйелдің тамақтанғанынан басталады. Тәрбие деген, ішкі тәрбиеміз. Біздің берілмеуіміз, қанымызды бермеуіміз осы жерден басталады. Әр нәрсеге еліктемеу. Егер де біздің ішкен жеген тамағымызды бұзып жерсе, біз не боламыз? Міне, келдік, тұғырыққа тығылдық деп ойлаймын мен. Қазір тура жан айқайым, бұл менің жан айқайым. Неге дейсіздер ме? Алдыңғы біз кетсек, міне біз енді орта жастан астық кетіп жатырмыз. Біз Союз өкіметінде көрдік. Ол кезде тамағымыз таза етін. Соғыстан кейін таза тамақ жеген, қымыз ішті, ауылда топырағын жұтты, оның өзі бір керемет, шаңын жұттық, ойнадық тарсылдатып, қимылымыз көп болды. Тәтті бізге бермейтін, тәттіге біріншіден
айлықтары жетпейтін тәтті алып бергенге. Екінші рет ол жоқ етін. Тәттіден тек қана құмшекер ғана бар етін дастарханда. Содан кейін анда мұнда жүзім сондай нәрселер болатын. Алманы кәдімгі қағын пешке кептіріп, соны тәттінің орнына жейтінбіз біз, үгітіп. Тәттіні аз жейтінбіз ол кезде. Бұндай тәтті жоқ етін. Кейін бара-бара тәтті көбейді. Бара-бара небір заттар бізге, біз бұрын көрмеген, білмеген, ағзамыз танымайтын заттар келе бастады. Шекара ашылғаннан кейін лық төгілді бізге қарай. Көп нәрселер. Біз оны түсінбедік. Мынау керемет екен деп, бәрін бас салдық. Ұмыттық. Бізге айтқан нәрсені шегелеп тұрып миымызға құйған затты біз ұмытып кеттік. Сол жолдан біз тайып кеттік. Қазіргі таңда катастрофа деп айтып жатқан сол. Екінің бір аллергия. Міне көктем басталады, көресіздер, автобуста аллергиясы бар адамдар тола. Балалар аллергиямен туыла бастайды. Ол неге болып жатыр ағайын? Қалай ойлайсыздар? Ішімізге не барады? Бізге сол ішімізге не түсті? Содан құрап береді сіздерді. Ол өте маңызды нәрсе. Ішіп жегеніміз, тамақ деген ішке түскен зат өте маңызды нәрсе. Тура осы жерде, жанды жерден ұстап алады. Осы жерден адамның ойын бұзып жібереді, қанын бұзып жіберетін нәрсе бұл. Осы жерден бізді тайдырды. Қазір балаларға тоқтау жоқ. Тәтті, торт, анау, мынау алып беріп жатырмыз. Ешкім ойланғысы келмейді. Мынау не беріп жатыр мен балаға деп. Мейлі, өз ақшаларыңызға сатып алып беріп жатсыздар. Ақшаларыңызды ешкім есептемейді, қызғанбайды. Бірақ бір секунд стоп. Мына менің еңбекпен тауып отқан ақшам, мен соған мына үйдегі менің балам бұл. 12 мүшемнен шығып отқан бұл менің балам ғой. Мен оны өзімнен де артық жақсы көрем ғой. Мен сонда бұның аузына не салып беріп жатырмын деген ой келе ме сіздерге? Мына алып берген затым бұған қаншалықты пайдасын тигізеді? Бұның дамуына баланың, ойлау қабілетіне, денсаулығының мықты болғанына, бойын өсіруге, бұның ішінде қандай витаминдер бар. Менің балама жаңағы тамырларын бәріне сіңетін дүние бол. Асқазан қорытқаннан кейін іш жерін бүлдірмей ма? Менің балам осыдан толық өзіне керек нәрсесін ала ма? Бұл менің балама қуат бере ма? Деген сұрақтар сіздерге келе ма? Ашып көресіздер ма? Ал ашып қалған кезде соның ішінде Е123, Е1-ке, бензил, бензоат деген нәрселер шығып атса, міне алдарыңызда тұр. Міне Е240 деген сіздерге кездессе, ол не? Ол формальдегид. Канцероген деген не деп ойлайсыздар? Рак ауруына итеретін дүние. Опасен деп тұр. Ал бірақ мынандай нәрсені кәмпиттердің арасынан көресіздер. Е211 бензоат натрия любой жерге қосып жатыр қазір. Сырға да, шетін газированный напиток, лимонад, балалардың суына дейін осты қосып жатыр. Неге? Бұзылмайды. 10 жыл тұрса да бұзылмайды. Бір тамшысы бұзбайды ол затты. А бірақ мына бензоат натрий деген не ол? Ол ет па? Ол бидай ма? Ол алма ма? Сіздер мүлдем танымайтын нәрсе. Сіздің ДНК-ңызда танымайтын зат ол. Мне может вызвать аллергия дейді. Производительдер біз азақ мөлшерде саламыз дейді. Ал енді бір заттың өзінде мына Е240 болуы мүмкін, 211 болуы мүмкін, мына 231, мына фенолдар, обработка фруктов токсично дейді. Ол бала фрукты жемей ме бір күнде? Бір күнде напиток ішеді, бір күнде жаңағы
Колбаса жейді, бір күнде тағы нәрсе жейді. Қалай ойлайсыздар? Сонда бір күндік мөлшерінде мына ешкілер қандай әсер етуі мүмкін? Тағы да бояғыштар бояп қояды. Міне Е200, 110, 121 цитрусовый красный дейді. Өтірік бояғыштар. Запрещен, канцероген деп тұр. Бірақ сіздер чупа-чупс алған сайын баланың тілі қызыл болмаса сап-сары болып тұрса, сіздер осындай канцероген деген арзан чупа-чупстен балаңызға жұттырып жатсыздар. Гиперактивность у детей бізде СДВГ дейді. Ондай диагнозбен қанша балалар бар ма? Көбейіп кетті. Ал міне Е102, Е110, Е122, Е124, Е129 осында гиперактивность береді балаларға. Оның бәрі детский заттарда болуы мүмкін. Усилители вкуса, глутамат натрия. Привыкание дейді. Яғни мына ешкі 621 дегенді көрсеңіздер, ол глутамат натрия, оны колбас, кез келген заттардың бәріне сеуіп қояды. Тіпті ресторанға барсаңыздар да сеуіп қояды. Неге? Ой, мынаның дәмі жақсы екен, осы затқа тәуелді болып қаласыздар сіздер. Дәмі ауыздан кетпейді. Міне, привыкание. Неге кола, неге бургер әгі, ішіне шіріп кеткен етін сап қойған, ішіне қандай ет салғанын да білмейміз біз. Тексер алмаймыз өйткені. Запрет. Ішіндегі котлетті білесіздер ма сіздер? Строго самолетпен алып келеді. Не деген соншалықты зат деймді? Біздің местный жаңағы еттен жасауға болмайды. Оны строго мына котлетті замороженный түрде әкеп береді самолетпен, коробка қылып. Тек қана соны ғана жарит етіп салу керек. Көрдіңіздер ме? Сондықтан мынаның барлығы қосылған кезде плюс бала қит етіп ауырып қалса, жүгіріп барып сіздер қайда жүгіресіздер? Аптекаға жүгіресіздер. Оның химиясымен, мына химия, мынаның бәрін еще шығарған жоқпын мен. Бер жағы ғана бұның. Мына химия қосылған кезде қандай реакция болады деп қалай ойлайсыздар? Енді баланың бауырының көлемін айтыңыздар. Сіздің бауырыңыз қандай, баланың бауыры қандай? Сіздің тамырларыңыз қандай, баланың тамыры қандай? Сіздің жүректеріңіз қандай, баланың жүрегі қандай? Асқазандарыңыз қандай түгі нәзік болады балалардың? Осының бәрі асқазан түгін қырып шығады. Қазіргі таңда мен бұның бәрін не үшін айтып жатырмын сіздерге? Қазіргі таңда дұрыс тамақтану деген кәдімгідей ешкім тыңдағысы да келмейді. Өйткені міне привыкание тәуелді болып қалған мына тамаққа. Не істейміз? Бала соны жейді, бала тілді алмайды, бала соған үйренген деп көбісі сондай сылтау айтады. Сондықтан ең басында айтқаным, тәрбие ең басында болу керек. Ал енді мына гиперактивныйдан, СДВГ-дан, аутизмнан, аллергиядан, онкологиядан, аутоиммунный заттардан, неше түрлі созылмалы, артрит, сүйекті талқандап жатқан заттан шығару қалай ойлайсыздар? Қаншалықты сіздің қаражатыңыз кетеді? Қаншалықты сіздің уақытыңыз кетеді? И баланы қаншалықты қиналады бала? Соны ойланыңыздар деп айтқым келеді. Сондықтан бізде қазір мына компаниямыз біз істеп жатқан Альфа Group Nutrition деген Малайзиядан келген өнімдер, ол бізде ақылды тамақ деп айтсақ болады. Құрамын соншалықты Францияның, Испанияның, неше түрлі жан-жақтан ученыйларды алып келіп, ғылымдардың оқығанымен, білгендерімен, нутрициологтармен ақылдасып отырып, керемет қып тұрып формула жасап қойды. Біздің ішіміздегі, ағзамыздағы мынандай заттарды шығаруға тырысып жатыр. Таза қанмен ғана шығара аламыз біз. Сондықтан мен сіздерге қазір Альфа Group Nutrition'дың біздің IG Sera деген өнім туралы айтқым келеді. Бұл табиғаттың сыйы. Міне таза табиғаттың сыйы біздің денсаулығымыз үшін.
бұзылған, жаңағы асқынып ауырып тұрған, созылмалы болып ауырып тұрған жерлердің бәрін таза қанмен, таза қан арқылы тазалап береді. Денсаулықтың түбін өстіп бізге осы өнім арқылы өзімізді таныстырып жатыр. Көрдіңіздер ма? Альфа Групп Nutrition деген компания Малайзиядан келген, 2019 жылы Малайзияда құрылған. Құрылтайшысы екі ағайынды жігіт, Хафиз мырза мен Файз мырза. Екеуі осындай өнімді ғылымдармен бірге отырып, нутрициолог дегендермен бірге отырып, солардың ең қазір әлемдегі ең мықты деген заттарды қосып, 8 түрлі, 8 жақтан бәрі қосылған кезде түбі бізге сүйек, жіліктің арасында бізде сүйектің арасында қан жатыр. Таза қанымызды шығарып, дамуына жол көрсететін, соны дамытып, бізге таза қан беру арқылы неше түрлі 700 болсын, 800 болсын аурудан ем қып шығарып беріп отыр. Бізді ақылды тамақ арқылы емдеуге болады деген жолды көрсетіп жатыр. Енді бізде, біздің елде, мен қазір көптеген нелерді қараймын, әсіресе бізде тек қана ВОЗ-дың айтқан протоколмен ғана емдеуге болады деп, сондай бізде заң бар, жазылмаған заң бар. Докторларға тиым салынған. БАД деген нәрселерге, БАДты неше түрлі қылып айтып жатыр, БАДтарды тексеру керек, БАДтан адам өліп жатыр деп, бізге сондай нәрселерді айтып жатыр. Кезінде вакциналарға қарсы болған кезде, ол вакцинаны әлі өткізген жоқсыз деген кезде антиваксер деді мысалы. Оны бәрі куәсіздар. Енді осындай ағзамызға өте зиян затты тамақтың ішіне салып қойып отыр. Оны қаннан шығару өте қиын. Бізге таза қанды қайта-қайта ауыстырып тұру керек. Амал жоқ, мына заманда бәрібір жеп қоямыз. Қанша мен айтсам да, бұрынғы тамақтануға ешкім бармайды. Бұрынғы біздің аталарымыз қалай тамақтанды? Тамақты өте аз жеді. Жегендері табиғи, жайылып жүрген мал, соның еті, қымыз, шұбат, айран, құрт, тары, бидайды қуырып жеген, шайнап, витамин ішінде. Көптеген қазіргідей ұннан жасалған затты жеген жоқ. Картошка деген болған жоқ о заманда. Бір ғана қарапайым осындай тамақпен бәрімізді өсірді. Сол тамақты жеген біз әлі мықтымыз. Бірақ біздің балаларымыз, қалада өскен балалар әсіресе, ондайды көрмей, жаңағы шаң жұтпаған балалар өте қиын. Осындай искусственный зат салған, қосқан тамақтан балалар әлсіз, оны көріп жүрсіздер. Ол баладан туған бала әлсіз, ауру болып туылып жатыр. Оның бәрін сіздер көздеріңізбен көріп тұрсыздар. Бірақ оны ешкім өстіп, зерттеп, түбіне дейін жетіп, мына жер дұрыс емес деп айтып жатқан жоқ. Қазір мен сіздерге айтайын, менің үйімде мысық бар. Мысықты ветеринарға апарған кезде, вакцина салар алдында міндетті түрде алдымен 1 апта құрт түсіретін зат дәрі беріңіз дейді. Құрттың бәрін қумайынша вакцина салмайым, өйткені иммунитетке өте ауыр болады деп айтады. Өкінішке орай, біздің балаларымызға ондай кеңесті ешкім айтпайды. Балаларда құрт бар қазір. Құрт деген өте көп. Неге? Иммунитет өте әлсіз, күресетін. Жаңағы өт жолдары бәрі бітеліп қалған. Өт дұрыстап қалтадан ақпайды. Өт дұрыстап бөлінсе, ондай жаңағы құртты өзі-ақ жойып тастайтын еді іштен. Сонда мына біздің сіздерге ұсынып отқан өнім ең бірінші жан-жақтан, қай жерде созылмалы ауру болса, құрттар
жаңағы көбейіп кетсе айдап шығады. Бізге мүмкіншілік береді, ішіміздегі өзімізді өзіміз реттеп алуға мүмкіншілік беретін өнім. Егер де әр өнімнің құрамын айтып отырсақ, бұның ішінде бөтен ДНК танымайтын зат жоқ. Бәрін ДНК танып отыр. Қалай бөлу керек? Мысалы, зейтун майы дейді, оливковый май. Оны біз ғасырлар бойы білеміз. Ол не проблема? Аллергия бермейді ол дүние. Анау көне заманнан қолданған зат. Сол оливковый майдың ішінен ең мықты формуланы гидрокситиразолды алып отыр бізге. Ол гидрокситиразол деген кәдімгі қорғаушы. Жан жақтан жаңағы бүлінген заттың бәрін қорғап береді. Жан жақтан жасушаны сыртынан қорғап отырып, оған бөтен затты кіргізбейді. Майда да, суда да жұмыс істейтін нәрсе бұл. Өте керемет формула. Бізде көп нәрсе ішімізде бүлінетіні оксидативный стресс дейді оны термині. Неге? Өздеріңіз ойлап көріңіздер. Сіздің бір түпкір жерлеріңізге, анау ұштарына, буынның арасына, алыста тұрған нәрселерге үнемі зат жетпейді, қан жетпейді. Қан айланымы өте бәсеңдеу болады. Қанның ішінде өңкей ішінен іліп алатын ештеңкесі жоқ. Өзіне керек зат жоқ. Қан өте бедный, кедей. Ішінде не минералы жоқ, не ішінде витамины жоқ, не антиоксиданттары жоқ. Әшейін өлімсіреп, ішіне қоқыр, соқыр толып кеткен мына химический формуланы көріп тұрсыздар ғой. Е деген нәрсе өңкей еріп тұрса, оның ішінен іліп алатын ештеңке жоқ. Не құрастырып береді ол сіздерге? Мына өнім қанды байытады. Қанның ішінде осындай керемет антиоксиданттар еріп отырады. Бірден қанға барады. Өйткені мына өнімді тілдің астына салып сору керек. Өзі еріп кетеді. Тілдің астынан бірден қанға барады. Сіздер внутривенный укол алғанмен бірдейсіздер. Внутривенный өте мықты антиоксиданттар, витаминдер біздің ағзамызға не керек, соның бәрін осының ішіне салып беріп отыр. Міне соның бірі гидрокситиразол деген. Екінші формула, өте керемет формула. Біздің терімізге керек, коллаген шығарып беретін, коллагенді жаңағы жасап беретін, бұл керамиды дейді. Бидайды өсіріп отырып, соның ішінен өте майлы, құнарлы затын алып беріп отыр. Өйткені бидай өскен кезде бойындағы керек заттың бәрін, витаминнің бәрін дәнге береді. Дәннен өседі. Соны қырқып алады, соның ішінде қандай мықты зат тұр, соның бәрін бізге беріп ұсынып тұр. Мына жерде зерттеулерден өткізген. Бұны дәлелімен тұр мына жерде. Сіздер осы затты қолдансаңыздар, 15 күнде қандай боласыздар, 26 күнде қандай боласыздар, беттің терісі қандай болады, терілеріңіз қандай болады, псориаз жеген, дерматит, нейродерматит, соның бәрін зерттеуден өткізген дүние бұл. Құр бос сөз емес, дәлелімен өткізген. Содан кейін барлықтарыңыз білетін куркума деген зат бар. Индияда мысалы, Индияда тазалық жоқ, Бангладеш тазалық жоқ, Азияда тазалық жоқ. Барып келдіңіздер ғой, көрдіңіздер ғой қандай екен. Жерде отырып тамақ жей береді. Бірақ ешқандай оларда біз сияқты қаптаған аллергия, қаптаған жаңағы ауру жоқ. Неге осындай затты қолданады? Куркуманың ішінде куркумин деген зат бар. Соны шығарып алып, таза куркумин беріп отыр. Куркумин деген зат бізде мидың ішіне дейін барып, мидың ішінде отырған бізге жағымсыз жәндік, вирус болсын, грибок болсын, бактерия болсын, тіпті мидың ішінен алып шығып тазалайды. Тамырлардың бәрін, қан жүрген жерін бәрін, қай жерде бізде қандай нәрсе тұр, соның бәрін, керек емес заттың бәрін тазалап тастайды. Бірде-бір жағымсыз жәндікті қалтырмайды, жыбырлатпайды. Бәрін тап-таза береді. Куркумин деген бауырды тазалайды.
тамырлардың ішіндегі ана холестерин бітеліп қалды ма, солардың бәрін тазалап береді сіздерге. Куркуминді білесіздер, сондықтан мидың тамырларын тазалайды, шіркін-ай десеңізші. Ракпен алысады, рак клеткаларымен. Сөйтіп бізде өт бөлінеді дұрыстап. Жүрек нығаяды, жүректің соғуы жақсы болады, өйткені жүрек таза қанды қашайтайды. Сөйтіп бізде осы куркумин деген зат бар. Бір куркуминдің өзі шығаруы жолы, ана куркумадан шығару өте қымбат жол. Бұның тазасын шығарып отыр. Қорықпай, тілдің астыларыңызға сала беріңіз, миға бара берсін деп отыр. Соншалықты очисткасы керемет, тазалығы соншалықты керемет. Соны ұсынып тұр сіздерге. Енді тағы да бұның ішінде не бар куркумадан басқа? Сакура деген жаңағы япондықтар ішетін нәрсені. Бұда да қорғайтын нәрсе көп. Жаңа витаминдер көп, терімізді ағартып береді. Сондай керемет нәрсе бар. Қай жер қабынып тұр, сол жердің оксидативный стресстің бәрін алады. Мүмкіншілік береді дамуға. Жаңадан шыққан жасушаларды дамы айналайын деп қорғап, қоршап, сондай мүмкіншілік беріп тұр. Бір-бірімен жабыстырмайды. Артық тәтті жеп қойсаңыз, ол сіздің гемоглобиніңізбен жабысып қалады. Соны бір-біріне жабыстырмауға тырысады. Сөйтіп отырып сіздер жасарасыздар. Неге? Ұмытшалық бар бәрімізде. Жабыспағаннан кейін, қан таза болғаннан кейін біздің жаңағы ойлау қабілетіміз жақсы болады. Ашуланшақ адамдар неге ашуланады? Өйткені миына кислород бармайды үнемі. Содан кейін ашуланшақ болады. Басы ауырады, өзі де білмейді неге сондай болып тұрғанын. Гормондары дұрыс емес. Неге ашуланады адам? Гормоны дұрыс емес. Скачок біресе ары, біресе бері. Давлениесі дұрыс емес. Соның бәрін қалпына келтіріп отырып, сөйтіп отырып, терілеріңізді реттейді. Терін бәрін ағартып береді. Сондай қасиеті көп сакура. Японияда оны береді үлкен кісілерге. Содан кейін шай береді осы сакурадан. Содан кейін олар жүз жасайтындары. Қиналмай тағы да. 100 жасап, мысалы, инвалидный креслода да отыруға болады. Төсек тартып жатуға да болады, 100-ге келдім деп. Японияда 100 жасаған адамдар кәдімгі зарядкасын жасап, өлеңдерін айтып, көңіл күйлері жақсы болып жүр. Әдемі қартайып жатыр. Үлгіні неге сол мемлекеттерден алмаймыз біз? Дәрі ішпейді. Дәрінің орнына осындай өсімдіктерді береді. Біз болсақ дәріге жүгіреміз. Анау мынаны айтты екен деп, біздің модымыз қонаққа барған кезде давлениедан ойбай, каптоприлың бар ма, ойбай сүйегім қақсап тұр, диклопинағың бар ма деп отырады. Керісінше, қазір осындай заттарды мода қылу керек. Денсаулықтарыңызға пайдасы зор болады. Сакура бар. Одан басқа не бар бұл жерде? Гранатты сығып отырып, айта берейін, гимнемный сильвестр деген шөп бар. Бұл Бразилияда өседі, мысалы. Ол артық қанның ішіндегі артық қан болса өзіне сорып алады. Тәттіге тәуелдік, тәттіге құмар болмайсыздар. Балаларға өте мықты, диабетиктерге өте жақсы. Содан кейін не? Бізде диабетиктер өте жақсы нәтиже алып жатыр. Инсулиніміз жақсы шығып жатыр. Қабынып отқан жаңағы артық гликированный гемоглобин деген бар. Қанымызда қант мөлшері көбейіп кеткен кезде тамырлардың тас-талқанын шығарады. Тамырларды бытшын шығарады. Сосын кейін ол тамырдың арасына май тұрып қалады. Содан кейін оны холестерин бляшка дейді. Сөйтіп ол неше түрлі ауруға апарады. Әсіресе жүрек жаққа баратын жерлерді сөйтіп зақымданады тамырларымыз. Қылтамырды айтсаңызшы, көздің ішіне баратын, мидың ішіне баратын, бізде қылтамырда өте көп қой. Соның бәрін бұзылмауына әрекет жасайтын осы шөп, гимнемный сильвестр деген. Индия, Африка, Австралияда өседі екен. Содан кейін гранатты сығып алып, дәнінен омега-5 деген май бұл жерде. Пуниколагины, пунические кислоты дегенді қазір ғылымдар қатты зерттеуден өткізіп жатыр. Ол ракпен күреседі екен. Рак, міне,
Пожалуйста, рак простаты, рак груди у женщин, кровяное давление, давлениеңізді қалпына келтіреді, артрит дейді. Енді ракты жеңген нәрсе, артрит оған түк те емес қой. Неше түрлі инфекция іште болған. Энергия береді тағы да. Міне осындай заттарды бізге қосып беріп отыр. Гранатты қатты тексеруден өткізіп, дәлелдеген бұның. Гранаттың майы омега 5 деген май екен, сол бізге иммунитетке өте керемет жаңағы тәрбиелейтін, жол көрсететін әсері бар. Өте мықты көмектеседі. Иммунитет рак клеткасын бірден танып алады, жойып тастайды. Осындай нәрсе бар. Осылардың ішінде 8 түрлі зат бар. Шабдал, белый персик деген бар. Содан кейін мынандай неше түрлі жидектер бар. Барлықтарыңыз білесіздер. Малина дейді, ежевика дейді, жаңағы бузина дейді. Осындай жидектердің өзі білесіздер, витамині көп, минералы өте көп, мысалы. Противовоспалительный заттары өте көп, йоды бар, клетчатка, тікелей коллаген бізге. Біздің ағзамыздың, біздің фабрика заводымыз 28 түрлі коллаген шығарып береді. Бұлардың бәрі сол коллагенді шығаруға себепкер. Біздің ішімізде неше түрлі 28 түрлі коллаген шығып тұр. Соның бәрін шығарып беруге тырысады. Белый персик деген бар. Белый персиктің құрамында мықты антиоксиданттар бар. Зеоксантин мен лютеин деген. Табиғи витамин С бар, білесіздер. Витамин С қалай керек бізде. Терімізді ағартып отырады бұл тағы да. Сосын кейін ең мықты заттар бар белый персикта. Ас қорыту. Тағы да ракпен күреседі. Тағы да біздің шектің ішіндегі асқазанның түктерін қалпына келтіреді. Сонда бұлардың бәрі 8-і жабылып отырып, бізге қандай әсерін береді? Біздің ішімізде запасымыз бар, жаңартатын запасымыз бар. Оны бағаналы жасуша дейді. Әр органның жанында, асқазанның жанында. Асқазанның түгі күйіп кетсе, орны өспейді дейсіздер ма? Орнын өсіреді. Сіздің аяқ қолдарыңыз сынса, өспейді дейсіз ба? Бітеледі ғой. Соны бітейтін зат бар біздің ішімізде. Сол заттарды іске қосып береді. Іштегі заводтың бәрін бір сөзбен айтқан кезде іске қосып береді. 6 ай ішіп, ауруларыңыз бар болса егер, ішіп нәтижесін көресіздер. 4 айда толық қандарыңыз ауысады. Ақ қан болып кеткендерге, неше түрлі мидыға жаңа зақым келгендер, эпилепсия дейма, Паркинсон дейма, неше түрлі ауруға осындай пайдасы бар. Жан жағынан 12, өйткені қан арқылы бізге қанның бармайтын жері жоқ. Таза қан бүкіл жерге жеткен кезде, о жерде таза қанға не бактерия шыдамайды, өзі кете бастайды, не жаңа құрттар шыдамайды. Таза қанда олар өмір сүре алмайды. Таза қан олар үшін жақсы зат емес. Оларға қанды өзгертіп алып, қан ағымын бәсеңдетіп, қанның жаңағы ішіне кіріп кету керек, қышқылдығын өзгертіп. Сондай нәрсе. Екінші, иммунитет деп айтып кеттім. Жаңа біздің ішкен жегеніміз, мына ешкалар, қазіргі қоспалардың бәрі шектегі ең бірінші жіңішке шекті тасталқаны шығарады. Ас қорытылмайды, ішкендеріңіз қорытылмайды. Дырявый кишечник деген синдром бар қазір. Тесік шұрық болып сөйтіп тастайды, күйдіріп тастайды. Химия ішкенмен бірдейсіздер. Егер мынандай заттарды бала шағаңызбен өздеріңіз құмар болсаңыздар, сіздер химия қабылдап атқанмен бірдейсіздер. Жүрген жерін бәрін бұзып шығады ондай заттар. Өйткені ішкен жеген тамаққа өте сақ болыңыздар. Міне AG Брок деген тағы да бір өнім, Альфа Group Nutrition компаниясының жаңадан келіп жатыр, складқа келді, Аллаға шүкір. Бұл бізге жіңішке ішек, соның жұмысын атқаруға жәрдем етеді. Бұның ішінде керемет 2 формула бар. Ол сульфорафан мен бета-глюкан. Бұның ішінде бузина деген
жаңағы экстракт бузинадан алған. Бұл қабынуды басатын. Кез келген созылмалы гастрит болсын, қай жерде қабынып тұр, вирус, бактерияның бәрін жаңағы жоятын бузина. Мына бета-глюкан деген нәрсе, ол бірден жіңішке шекке барады. Жіңішке шекке барғаннан кейін клетканың сыртқы қабырғасына отыраттағы жіңішке шекте иммунитет бар ғой. Иммундық клеткалардың бәрін тәрбиелейді, жол көрсетеді. Жауы кім екенін қайтадан есіне түсіреді, есін жинатқызады. Бета-глюканмен мысалы Азияда, Қытайда антибиотик ішпей бактериямен күресетін жолды бұрыннан тауып алған. Япондықтар әсіресе антибиотик ішпейді, ағзаларын тас талқанын шығармайды, бізге керек жәндіктерді өлтірмейді олар. Қайта нығайтады осы формуламен. Осы формуламен бізде иммундық клеткалар жауын тауып алады. Тағы да не бар бұның ішінде? Тағы да міне смесь ягод дейді, комбинация жасап қойған. Ягоды асаи деген бар. Асаи деген ягоды бізде өспейді ол, бірақ өте сондай бұл құнарлы зат. Майлы бұның ягодасы. Біздің облепиха сияқты майлылығы соншалықты. Бұның ішінде амин қышқылдары біздің ағзамызға керек нәрселер бар, антиоксидант бар. Кәдімгі ет жегенмен бірдейсіздер. Бұл свежий күйінде еш жерге бара алмайды, замороженный күйінде апарылады. Осы ягоды асайыны жаңағы осының ішіне қосып қойған. Өте зор жаңа қуаттық мықты беретін, тойымды тағы да. Тойып жүресіздер бұны ішкен кезде. Әрине, бұл біздің шегімізге барған кезде өзінің күшін сол жерде көрсетеді. Клеткаларымыздың бәріне, жасушаның бәріне керек затты тасымалдайды. Керек зат бірден сіңіп кетеді. Суперфуд дейді бұны. Қуатты мықты береді. Содан кейін каму деген не бар. Біз оны танымаймыз, бірақ оның ішінде витамин С деген мөлшерден жоғары көлемінде тұр. Витамин С деген енді бүкіл жерге керек, ол да антиоксидант, ол біздің иммунитетке керек зат. Мына формуланың бәрі қарап отырсаңыздар, клубника бар, енді құлпынайды білесіздер. Құлпынай паразиттерді мықты айдайды адамның ағзасынан. Мына жерде құлпынайдың тазасы тұр. Құлпынай осы көктемде жесеңіздер, құлпынай өзі ғана іштегі құрттардың бәрін айдап шығаратын күші бар құлпынайда. Осындай заттар бар осының ішінде. 8-і, ал енді сульфорафан деген формуланы айтсам, ол таза, оны ген молодости дейді. Оны бізді жасартатын, біздің геніміз бар, жасартатын генді іске қосып береді. Сульфорафанды өте мықты брокколидан алынған ол. Брокколиді алып, оны өсіріп, 3 күндік жаңа дәнінен өсіріп отырып, қырқып алып, соны езіп, еще ферментін қосып қойып, мирозиназа деген, сол глюкарафанин мен мирозиназа негізі тілдің астына түскеннен кейін, ана фермент іске қосаттағы таза сульфорафан шығарып береді. Ал сульфорафан деген, ол біздің ішімізде клеткаларды тазалайды. Біздің клеткалар өздері ферменттерін бәрін жаңа активация жасайды. Клетканың ішінде тазалағыш заттар бар. Тазалап тұру керек қой. Соларды іске қосып береді. Тазалайтын ферменттер, олар каталаза, ол глютатион деген, супероксид дисмутазалар. Ой, бұл глютатион мен дисмутаза, каталаза іске қосса, клетканың ішінде қоқым-соқымның бәрін тазалап тастайды, шығарып тастайды. Сосын кейін бауырды мықты тазалайды бұл. Сульфорафан деген. Ауыр металл, күндегі жұтып атқан біздің, мынандай жаңағы бізге өңкей жағымсыз заттар, тамақпен кеп атқан, клетканы басып ішінен шықпай қалады. Соның бәрін итеріп тұрып, сульфорафан молекула шығарып тастайды.
көрдіңіз ба? Сондай керемет. Сосын кейін иммунитетке жол көрсетеді. НРФ2 деген активация сигнальный путь дейді. Сол сигналмен жауды тауып алады біздің иммунный клетка. Міне осындай осы екі керемет өнім бар Альфа Групп Nutrition компанияда. Осыны айтайын деп едім бүгін сіздермен. Жан айқайыммен бөлісейін деп едім. Қабыл алыңыздар енді. Рахмет, Жанар Төлеуовна. Записьті тоқтатайын. Рахмет, күшті, керемет айттыңыз. Жүрегіңізден шыққан нәрсе біздің жүрегімізге жетті деп ойлаймын. Рахмет, Алла разы болсын. Жанар Төлеуовна.